Сәлем достар, бүгін сіздермен ағылшын тіліндегі present continuous, яғни созылмалы нақ осы шақ өтетін боламыз. Яғни ат айтып тұрғандай, созылып жатырған, қазіргі уақытта жалғасып жатырған нақты осы шақты өтетін боламыз. Present continuous to be етістігінің көмекші сөздерімен жасалатын болады. Және де етістікке ing жинағын жалғау арқылы жасаймыз. I'm having breakfast. Мен таңғы ас ішіп отырмын. Яғни, дәл қазіргі уақытта іс-әрекеттің жалғасы отырғанын білдіреді. Бұл жерде I subject, яғни бізге зат есім, және am to be етістігінің көмекші сөзі. Еске түсіріп өтейік, to be етістігінің 3 көмекші сөзі бар: am, is, are. Және бұл жерде having түбірі have, яғни бұл біздің етістігіміз. Етістікке ing арқылы жасап отырмыз. Having breakfast, яғни таңғы ас. Формуласы сізге түсінікті болды деп ойлаймын. Subject plus to be plus verb ing. Бұл жерде байқаған шығарсыздар having, яғни и әрібінің түсіп қалғанын. Ағылшын тілінде етістік и әрібінен аяқталатын болса, и әрібі түсіп қалады да ing жұрнағын жалғаймыз. Мысал ретінде take, taking, have, having дәл жаңағыдай, make, making, және тағы басқа сол сияқты. Іс-әрекеттің бұрын басталып, дәл қазіргі уақытқа дейін сол іс-әрекеттің жалғасып келе жатырғанында осы present continuous бізге білдіртіп тұрады. He is writing a new play. Ол жаңа пьеса жазып жатыр. Яғни бұл іс-әрекет басталып, әлі уақытқа дейін жалғасын тауып жатырғанын білдіртіп тұр. Ағылшын тілінде адамның мінезін сипаттаған кезде де present continuous'ты қолданамыз. He is always shouting me. Ол үнемі маған дауыс көтереді. Сонымен қатар ағылшын тілінде болашақты жоспарлаған кезде present continuous жағын қолданамыз. I am going to London next year. Ал болымсыз сөйлемді жасау үшін to be етістігінің көмекші сөздерінен кейін not сөзін қолдану арқылы жасаймыз. I'm not reading. They are not going. Және тағы басқа сол сияқты. Сұраулы сөйлемді жасау үшін to be етістігінің көмекші сөздерінен сөйлемді бастаймыз. Are you cooking? Is he playing? Present continuous'те сөйлем құраған кезде біз көбіне мына сөздерді қолданамыз. Now, яғни қазір, дәл қазір. At the moment. Қазіргі уақытта. Today. Бүгін. This week. Осы апта. This month. Осы ай. This year. Осы жылы. Present continuous'ты формуламен жаттап алғаныңыз оңай. Етістікке ing жалғану арқылы жасалады. Сіздерге бұл ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Арнама жазылмаған болсаңыздар, арнама жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.